Құрметті көрермендер, Мақпалдың мекені айдарының бүгінгі қонағы Аяулым, Айнара, Симанұр, Көркем атты 4 тамаша қыздың анасы, сүйікті әншілеріңіз Алтынай Жорабаева. Қайырлы кеш. Алтынай ханым, өзің бір сұхбатыңда мен еркіндікті сүйемін деп жазыпсың. Соңғы кезде бір еркіндіктің рахатын сезініп жүрген сияқтысың. Ол сенің инстаграмдағы парақшаларыңда болсын, әлеуметтік желілерде жазып жүрген жазбаларына байқалады. Және соңғы кезде халықтың саған деген ерекше қызығушылығы, ықыласы туып тұрған сияқты. Осы сұраққа қалай жауап берер едіңіз? Енді еркіндікті сүйемін деп қатты айтпаған сияқтымын негізінде. Кез келген адам баласы, тірі жан еркіндікті жақсы көреді ғой. Мысалға, кім үстінен қыспалай бергенді, болмаса анда жүр, мында жүр дегенмен, ол ешкімге әркімнің өз ойы болу керек, пікірі болу керек. Мысалға, оның үстіне өнер адам болып жаратылғаннан кейін, әйел адам болып жаратылғаннан кейін, ана болып жаратылғаннан кейін, өз ойыңды білдіргің келеді, өзіңнің қалауыңмен балаларыңды тәрбиелегің келеді. Мысалға, заманға қарап, қыз баласы, оның барар жері бар деген сияқты. Оның үстіне өнер адам болғаннан кейін, мен өзі кішкентай кезімнен тұйық бала болғанымен, кез келген нәрсені жасағанда мен лидер болғанды жақсы көремін. Мысалға, бәйгеге де түскенде, ол қатысқаннан кейін ол көптің бірі емес, оза шапқанды қалаймын. Жүлдені алу керек дейсің ғой. Сол. Жалпы Алтынай, бұрынғы Алтынайға қарағанда бәрібір өзгеше қазір. Алтынай өзгерген, еркін, әдемі, басқаша Алтынай болып кеткен сияқты да. Сондықтан да саған бір ерекше ықылас туып тұрған сияқты. Өйткені елордамыз Астанаға көштім ғой. Әрине, Астана қаласы еліміздің жүрегі болған Астанамызға көшіп, сол жерден шығармашылығымды ары қарай дамытып, осы 2017-нің аяғында өткен биылғы Астанамыздың 20 жылдығына орай өткізілген өзінің Астанаға арнау атты концертіне үлкен дайындық болды. Оның бәрі менің өмірге деген құштарлығым, оның үстіне мына қыздарым өсіп келе жатыр Алтынай болып. Сол қыздарымның болашағы үшін бірден-бір мынау еліме деген, жеріме деген әрбір азамат патриот болу керек та, өзінің еліне кішкене де болса да бір із қалдыру мақсат. Және де қыздарымды дұрыс тәрбиелеп, құтты орнына қондырып деген сияқты шығармашылығым болсын, кез келген өмірім болсын, бәрі өнер адам болған кейін қызық. Мысалға, қызық болу керек, қызықты да болу керек. Әрине, бұл өмір деген ақ пен қарадан тұрады. Оның бәрі ақ жағдай, ақ жол болғанда, күліп қара жол болғанда мұңаю емес. Ол солай болу керек деп қабылдау керек. Бұл өмірдің заңы, заңдылық. Сол себепті өмір тамаша. Осы бұрын Алтынай момын бала болды дейсің да, бала күніңде. Қазіргі Алтынай бір бойынан ерекше күшті байқаймын да. Бұрынғыға қарағанда, бұрынғы жалпы алғаш сахнаға шыққан кездегі аяғын тәлтіректеп тұрған Алтынай емес, нық тұрған Алтынайды байқаймын қазіргі. Ол кез келген адам баласы солай деп ойлаймын. Мысалы, өздеріңізде кез келген өнер адам болсын, мүмкін барып, мына университетқа адам бітіре салып барып, бухгалтер жұмысқа тұрған уақытта да ол бәрі тай-тай басқан баладай болады. Ары қарай нық тұрғаннан кейін өзінің ойы болады, өзінің идеясы болады, өзінің мысалға оның үстіне, мысалға балалы шағалы болғаннан кейін өмірдің ыстық суығын бәрін көргеннен кейін сараптай бастайсың, қай жол дұрыс екен, жаманды жақсыны біле бастайсың, жаңағыдай таразға салып, қай жағы дұрысырақ деген сияқты сол жолмен жүресің. Өмірдің өзі соған үйретеді екен. Кең жаңағы тұйық Алтынайдан ашық жүзді Алтынайдың ауысқанына қарап отырсаң, мысалға, қазір 40-қа жақындадық қой, мысалға да, ол мектеп қабырғасында сондай Алтынай болды. Университетте де кішкене өнер факультетін оқығанымен, менде бір аса бір құлшыныс болған жоқ. Бірақ қатыссам, мен оза шабуым керек деген бір өзімде бір мақсат болатын. Сол өмірдің өзі осыған үйретеді екен негізі. Жалпы өзгеруіңе Алтынай, келесі сұрақты көңіліңе алмасын деп ойлаймын. Жалпы өзгеруіңе соңғы кезде болған отбасылық жағдайың әсер етті ме? Ол да бар деп ойлаймын.
енді ол өмір болғаннан кейін енді тағдыр деп отыра беруге болмайды. Бірақ отбасылық жағдай енді Қазақстанда алтын ай ғана емес деп ойлаймын. Ол кімнің басында болмайды. Кез келген адамның басына тууы мүмкін. Өйткені біреу талқылауға хақысы жоқ. Сол себепті әрине енді үйдің қыздарының әкесі де, анасы да мен болғандықтан, мынау Астананың Сарайязында, жаңағы семьяның Сарайязында асырау керексің, аяқтан нықтырып соған нық тұрып, солардың бәрі жаңағыдай жасық болмай өсу үшін барлық жағдайымды жасап жатырмын. Балаларымның әкесі де, шешесі де мен деген сияқты. Сол өмір өзі үйретеді ғой оған. Алтын айдың бір қамығатын, жылайтын сәттері бола ма? Қандай сәттер сені жылатады? Иә, әрине. Бірінші бастапқыда осыдан 3 жыл бұрын кішкене комплекс деген болады ғой. Жұрт не ойлап қалады? Ата-анама қатты батам екен. Осы жерде сөзің аузыңда. Әлеуметтік желіде мысалға өзің жазында бір баланың тұсауын кесуге шақырғанда ар ұятым жібермейді деп. Қазір тұсау кесуге дайынсың ба? Енді қарап отырсам, иә, сондай болды, комплекс болды, жұрт не ойлап қалады, енді отбасынан айырылғаннан кейін оны мүмкін басқаша қабылдаймын екен деген әртүрлі ой санамда жүргеннен кейін, Айнұр құрбым ғой, осы біраз басып қарақат айтып тастаған маған, сен халықтың алдында жүрген адамсың, әрбір қазақ қызы сендей ақ болсын, кімнің өмірінде ондай болмай жатыр. Ол ешкімге күлуге хақысы жоқ. Ең бастысы сенің өнерде жүріп, сол оза шауып жүргенің, көптің сүйіктісі болып жүруінің өзі кез келген адамның, кез келген, өзің де барсың сол жерде. Кез келген адамның өмірінде бола бермейтін жағдайлар дейді. Мысалы, сенің өмірің. Сол себепті бәрі сендей болғысы келетін қаншама қыздар жүр. Неге оның үстіне жаңағыдай ерекше, мысалға, бәйгеге түскенде де оза шауып келесің деп айтып жатыр ғой. Концертте беріп жатсың, елбасының ықыласына бөленіп жатсың деп, мысалға, соның бәрі кез келген адам басына туа бермейтін бақыт дейді. Неге сендей болмасқа? Неге сен сияқты болған, неге армандамайды? Елдердің бәрі армандайды. Қаншама қазақтар қыздарының сондай болған армандап жүр Алтынай. Қой деп қарақат Айнұр екеуі қаттырақ айтып еді ғой сол кезде. Сол себепті енді тұсау кесуге маған бұйырып тұрса, әрине қуана, ол да мен үшін үлкен бақыт, маған құсасын деп, тіпті өз қыздарыма да айтам, мендей болыңдар, сендердің өмірдегі ұстанымдарың маған құсасаңдар, жаман болмайсыңдар деп айтам да, менің армандайтын анашым сияқты болсақ деп армандаңдар деп өзім қыздарыма да айтып отырамын. Сол. Осы жерде мен де бір ауыз сөз қосып кеткім келеді. Жалпы Алтынай, сенің жүрегіңді, сенің әппақ көңіліңді қасында жүрген біздер білеміз, енді халықтың бәрі біле бермейді ғой. Енді олар сені экран арқылы ғана таниды. Сенің көңілің, қолыңның ашықтығы, көңіліңнің дархандығы, досқа деген адалдығыңды бір атап өткім келеді. Рахмет. Осы жерде. Жалпы өткен жол концертінде елбасы мемлекеттік бір концерттердің бірінде саған жақындап қолыңды алды. Не айтты сол жерде елбасы? Иә, ол мемлекеттік концерт біздің тәуелсіздігіміздің 26 жылдық мерейтойына арналған үлкен концерт болатын. Содан бір күн бұрын өзімнің жеке шығармашылық кешім, жаңа айтып кеттім, Астанаға арнау атты шығармашылық кешіміне елбасына шақырту қағаз берген болатын. Содан ол кісі келмеді, енді бірақ тіпті соған хаттың жеткеніне қуандым мен негізінде. Ол келеді, келмейді деген менде бір әрине келсе қуанамыз, үміт болды. Мүмкін келмейтін шығар, өйткені жылдың аяғы болғандықтан ол кісілерде жұмыс көп. Уақытыңыз. Қаншама мысалы есеп беру деген сияқты. Бірақ сол ертеңінде концертте өзім 16 желтоқсан күні қойдым. Жоқ, негізі 9 желтоқсанда болды концертім. 10 желтоқсанда үлкен шара концерт болды. Концерттен кейін өзім әнімді шырқап болып, сахнаның артына кеттік. Ең соңында финал әніне бәріміз шығып, концерт аяқталғанда елбасы орнынан тұрып, Меркель Алтынай деп шақырғанда, шыны керек мен
әрине қорқып дірілдеп сахнада не істерімді білмей қалдым. Сол кезде қолымды алып айналайын, кеше концертің жақсы өтті ма, шақырғаныңа рахмет, келе алмадым, бірақ осы бүгінгі концертке сенің менің алдымда ән салып берсін деп айтып едің, рахмет деп айтты да, сол менің сөзімді тастамай келгені деп. Сонда ол сөзді елбасы болып тұрып маған айтқанның өзі, мен ойлаймын, ол ешқандай әншіде ондай болмады деп ойлаймын. Мен ойымша сөйтіп ойлаймын. Алтынай, жалпы әлеуметтік желіге сурет салсаң болды, астында пікірлер өте көп жазылады да, әртүрлі адам, әртүрлі пікір бар. Сол жерде жазылған келеңсіз пікірлерді қалай қабылдайсың? Негізі мынау Инстаграм желісі болсын, Фейсбук желісі болсын, жаңадан шыққанда ол бәрімізге қызық болды. Және де кез келген сұраққа жауап бергіміз келіп отырды. Ауыр қойған пікірлерге көңілімізге алып ренжіген сәттеріміз болды. Біраз адам блокқа кетті. Ал қазір мен ондай жаман пікірлерге көңіл бөлмеймін. Өйткені миллион адамда миллион пікір болады. Оның бәріне ұнау мүмкін емес. Мысалға 100 адамның 50-іне ұнасаң, оның өзі, мысалға жеңіс, жаңада өзімде айтып жатырмын да сөздің барысында. Мысалға ананың құрсағына ену үшін Аллах тағала саған бұйыртқанда, сен жеңімпазсың. Мысалға соншама өзіңе сол күн бұл өмірге келу үшін саған анаңның жатыры бұйырғанда, сен соның өзі жеңімпаз. Сол себепті енді жаман пікір жазып жатқандардың бәрі, мен ойлаймын, өзі қиналғанда біреудің минусын көргісі келіп тұрады ғой, мысалға. Алтынай, ары қарай әңгімемізді жарнамадан кейін жалғастырсақ, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір арнамызда жарнама. Алтынай, әбәдемі ән еді, пүшік шіркін қоғыр қылды демекші. Әңгімеміз жарнама үзіп жіберді, енді ары қарай ойымызды жалғастырсақ. Сонымен Инстаграмдағы жазылған пікірлерді көңіліңе алмайсың? Көңіліме алмаймын, өйткені оның бәріне ала берсең, өмірің бәрі интернетпен өтіп кетеді, біріншіден, екіншіден сол әркімге жағу мүмкін емес қой. Ең бастысы менің қандай екенімді мен білемін, қалай өмір сүріп жатқанымды өзім білем. Сол себепті ол да керек шығар, мүмкін мен ондайға ренжімеймін. Тіпті кейде мақтай берсе де ыңғайсызданып кетемін, шыны керек. Қазір енді көпшілік көкейінде жүрген сұрақты қойғым келіп тұр. Сәбитпен араласасың ба? Жоқ, араласпаймын. Әзірше жоқ, араласпаймын. Бақытты болсын, басқа не? Оған деген өзің оңашада тілектеріңді құрбы ретінде білем ғой, бақыт тілейсің. Әрдайым оған деген көңілің. Өмір ғой енді ол. Ары қарай өмір сүру керек біз. Өмір бұмен тоқтап қалған жоқ. Ала берсе бәрі жақсы болады. Сен Алтынай айтасың да, тұрмысқа шықса мүмкін, шығу мүмкін дегенді жазында әлеуметтік желіде. Тұрмысқа шықсаң, ол қандай адам болуы мүмкін? Енді ол әлеуметтік желі деген бір мынау сары пресса деген жақсы болды ғой. Кішкене аузынан сөзді шет жағасын алып алады да, өздері бұрмалап шығара салады. Негізіне енді, егер сондай ұсыныс болса, не істер едіңіз деген сұраққа мен жауап бердім де, енді кәртайып қалған ештеңем жоқ. Егер ұсыныс болып жатса, қыздарыммен келісіп отырып, неге шықпасқа дедім. Сол себепті, егер ондай адам кездесіп жатса, шынында да оны қыздарымен отырып шешетін нәрсе, ол өйткені аузы күйген үрлеп ішеді деп. Жалпы, Алтынай, біздің бағдарламамыздың аты бақытты әйел. Әйелді бақытты ету үшін не керек деп ойлайсың? Әйелді бақытты ету үшін әйелдің өзіне де байланысты. Негізінде Құранда да жазылған, әйел ер адамнан бір саты төмен тұру керек. Үйдің ұйытқысы, бүкіл жаңада Құралай айтып жатыр ғой, 90% әйелге байланысты деп. Оның бәрін орындау керек, өйткені бізде көбінесе кішкентай күнімізден ата-анамыз солай тәрбиелеген. Еріңдікі дұрыс болса да дұрыс, дұрыс емес болса да дұрыс. Соны негіз ұстанып келдім деп ойлаймын, бірақ негізінде енді ары қарай енді өмір шығар мүмкін. Бірақ әйелдің жаны да, санасы да бәрі
жайында болу керек та өзінің. Оның үстіне мен өзіме қатысты жағдайда өнер адам болғаннан кейін, ана болғаннан кейін менің өмірімде бірінші орында отбасы, бала-шаға, одан кейін екінші орында өнер. Соны ұстанып келдім, солай өмір сүрдім деп айта аламын. Бірақ сен концертке кеткенде, сен өнер адам екеніңді біліп тұрып, саған үйленгеннен кейін, оны сен басқа қалада жүрген кезде жаңа миыңды шаға берсе, болмаса талап қоя берсе, орынсыз талаптар кете берсе, оның үстіне адамның жүйкесі де ол бір күні шектен шығады деп ойлаймын да. Сондай ғой негізінде. Сол үшін әйел адамның жаны тыныш болу керек. Бала шағасында береке болу үшін әйелдің өзі, үйдің ұйытқысын айрандай ұйытып отыру керек, ары қарай соны бағалай білу керек деп ойлаймын. Оны бағалай алатындар бар екен, бағалай алмайтындар да бар екен. Осы жерде сұрақ, Алтынай Жорабаеваның жаны қазір тыныш па? Өте. Бақыттысың ғой, Бақыттымын, әлі Аллаға шүкір. Мен де саған үлкен бақыт тілеймін, Алтынай, аман бол. Әрдайым осылай шығармашылық жағынан биікке өрлеп жүре бер. Алда қандай жоспарың бар шығармашылықта? Шығармашылықта осы биыл Астанаға арнау атты концертіммен қалаларды аралау мақсатында сол концерттерді бергім келеді. Өйткені биыл біздің Астанамыздың 20 жылдық мерейтойы. Сол 20 жылдық мерейтойға дейін бұйыртса Қазақстанды аралап концерт беремін. Алла бұйыртса. Тағы да отбасылық жақсы екі жаңалығым бар. Оны Инстаграм желісінен көре жатарсыздар. Күтеміз ол Инстаграмда айтпай қояйын. Жақында айтасың Инстаграм желісінде жаңалықтарыңды. Сол, жаңа әндер, бейнебаян. Айнұр, ас үйде не болып жатыр көр? Айнұр ханым? Біздің бүгінгі жасаған лағманымыз дайын болып қалды. Біз енді уақыттың тығыздығына байланысты, мен ойлаймын, енді тұздықты қазақтың кез келген қызы жасай алады. Ол оңай дүние, дегенмен біз көрсетіп үлгермедік. Ең бастысы біз қамырды қалай илеуді, қалай тындырып қоюды, қалай созуды, қалай пісіріп алуды біз көрсете алдық деп ойлаймын. Сондықтан да міне біздің лағманымыз дайын. Мен қазір былай көрсетемін. Алтынай, студияға қош келдіңіз. Жалпы бүгін Алтынай Мақпалдың мекенінде қонақта болды. Мен енді үйінде көп қонақ болған, құрбы ретінде білетінім. Алтынай өте жақсы аспаз. Бұйырса Айнұрдың асханасында да Алтынайдың қаттама нанын, салаттарын бұйырса көрсетеміз деп ойлаймын. Елдос, сіз ортаға келіңіз. Міне біздің ұйғырша жасалынған лағманымыз дайын. Біз жаңа естідік, тағы да бір қадағалап айтып кетейін. Етті 10 минутта тек қуырып алдық. Сосын үстіне пиязды салдық, тәтті бұрышты. Капустаны бәрін салдық та 2-3 минут қана қуырып ала қойдық. Иісі мұрын жарып бара жатыр. Және біздің қосқан тағы лағманға қосылатын бір соусты айта кетейін. Кәдімгі тәтті қызыл бұрышты, Елдос дайындап алып келген, тәтті қызыл бұрышты ыстық суға бұқтырып алып, сыртындағы терісін алып тастаймыз. Сосын ет тартқыштан өткізіп, міне май қосып қойған, көпке шейін шыдайды. Қысқа да сақтауға болады. Кәдімгі сұйық май қосылған, тек қана тәтті бұрыш, қандай тұз да жоқ, бұрыш та жоқ. Кез келген лағманға қосып жесеңіз, лағманның түрі де әдемі болады, дәмі де ерекше тәтті болады. Әсіресе біздің қазір Астананың суығына нағыз керек тамақ деп ойлаймын. Керек тамақ, әрі тойымды тамақ, әрі көкөніске, дәруменге өте бай тағам. Кавказ елінде қамырға қарап, қамырына қарап, келін таңдайды екен. Алтынай ханым өзінің үйінде қандай тағамды жақсы көреді екен жасағанда? Мен негізі ет асқан жақсы көремін, палау асқан жақсы көремін. Одан кейін ораман жасағанды ішіне. Біз Айнұрдың асханасына келесі жол келсеңіз, енді біздің қыздарымыз асыға күтіп отырады. Қандай тағам жасайсыз? Уәдеңізді алып алайық. Кез келген. Не сұрайсыз, соны жасап беремін. Не сұрайды, мына бала сұрағанын берсеңші дегенде, не сұрайсыз деді ғой. Бұйырса, онда біз Алтынайды да жалпы бізде көпшілік айтып жатады, осы әншілерді шақыра береді, осы әншілерден басқа адам жоқ па деп. Біз енді елдің алдында жүрген қыздардың барлық қырынан көрсеткіміз келеді. Сондықтан жақсы жағында әйел ретінде, ана ретінде, аспаз ретінде де 8 қырлы, 1 сырлы екенін, қазақтың қыздарының өнерпаз екендігін көрсету біздің мақсат. Әйтпесе әншілерді қайта-қайта шақырып алып, оның үй отбасын айту, оның не киіп, не қоятынын айту жалпы негіз мақсат емес. Біз Елдосқа қояйық. Елдосқа бүгін енді асхана болғаннан кейін мен ойлаймын, біздің тыңдармандарымыз көбінесе кеше айтып жатыр, мысалы ет асқан кезде көптеген ас үйдің құпияларымен бөлістік дейді. Елдос, сізге қояйықшы, осы мысалы үшін біз жаңа лағманның
қамырын қаттылап иледік, тұзды суға ғана иледік, иә. Сіз енді қамырдың барлық түрін илей бересіз, иә. Еттің қамырын, кеспенің қамырын, иә. Айырмашылықтары неде? Мысалы, еттің қамырын сіз қалай илейсіз? Мысалға, мен май қосып илеймін. Сом, кәдімгі. Сорпаға илейсіз. Жұмыртқа қосасыз ба, қоспайсыз ба? Қосамын. Өйткені кеше осындай бір даудырмай шықты осы жерде. Жұмыртқа қосса, жұмыртқа ауыр тиеді деді біздің келген қонағымыз. Ал әлеуметтік желіде шулап жатты, жұмыртқа болмаса езіліп кетеді дейді. Яғни жұмыртқа қосасыздар, иә? Әйтпесе езіліп кетеді. Жоқ, әңгіме езілді емес. Ол илеуінде қануына байланысты. иғану керек, оның біріншіден. Екіншіден, етке қамыр иленсе, қатты болып иленгені дұрыс. Қатты болды, иә. Бізде тағы да бір Айнұрдан кеңес айдары бар, негізімен өзімнің қыздарға қажет болып қалар деп білгенімен бөлісіп Кеңесіңіз кәдемізге жарасын. Кеше мысалы үшін жаңа ет туралы айттық қой. Жалпы мына лағманды жасаған кезде біздің қазақтарда жасағанда мен өзім солай жасайтынмын бұрын. Етті бұқтырып қоямыз, 1 сағат үстіне пиязды, картопты бәрін салып, 1 сағат 40 минут қойып қоямыз, иә. Ол дәруменді де жоғалтады, оның тәттілігі де, көкөністің дәмі жоғалып кетеді да. Былайша айтқан кезде тек қана жай ғана бір подливка, сәбіздің дәмі, картоптың дәмі басып кетіп жатады. Сондықтан да бір 2-3 минуттан көп қуырмау керек көкөністі. Сонда оның дәрумені сақталады, түрі де әдемі болып қалады, иә. Телефон бар екен, шамалған Айнұр. Өте тамаша. Иә. Құралай, қандай құпияңыз бар асханада? Мен Алтынайға тамақ пісірткенше бір әу дегізіп қонаққа де бір шумақ өлең айтып берсе. Алтынай менің ойымша аспаздықтан гөрі әншілік қасиеті маған қатты ұнайды. Мына қазір ән дегенде не ойыма келіп қалды да? Әрине, бірақ шумақ. Бақытты әйел деген қазір мен соңғы кезде бақытты. Әйелде не бір батыр, ақындана туған, киелі еліне ардақты дара туған, қара халық хандарды, барлық пайғамбарларды, ардақты ана туған. Гүлдей құлпырған, күннен аралған, ұрпақтан ұрпақтар алған, әлемде бәрі сұлу әйелдің бақытты болу үшін жаралған. Әйелді ай күн жақұтқа теңер. Рахмет, Алтынай, керемет. Әйелдің бәрі бақытты болуға жаралған. Ғұмырларыңыз сұлу болсын, хош сау болыңыздар.